Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен осындай өте дәмді королевский торт дайындаймыз. Ол үшін ең бірінші бисквитін дайындап аламыз. Бізге жұмыртқамызды жарып, 4 жұмыртқамызды жарып миксерлейміз. Миксердің аз жылдамдығында миксерлей отырып, текерімізді аз-аздан салып отырып, аппақ көбік болғанша миксерлеп отырамыз. Миксерімізді аз жылдамдықтан бастап жоғары қарай көтеріп отырамыз. Сол кезде ғана біздің жұмыртқалы массамыз 2-3 есеге дейін жақсы көтеріледі. Осылайша біздің жұмыртқамыз 2-3 есеге дейін ұлғайып отырады. Текерімізді аз-аздан сала отырып миксерлей отырамыз. Барлығын миксерлеп болғаннан соң көтерілген сәтте ұнымызға қосқышымызды қосып, ситада араластырып, жұмыртқалы массамызға салып, тағы да миксердің аз жылдамдығында миксерлеп араластырамыз. Миксерсізде силиконовый лопатканың көмегімен ұнымызды салып араластырсаңыз да болады. Осылайша ұнымыздың барлығын салып, аз-аздан салып отырып, араластырып аламыз. Содан соң қызып тұрған пешімізде формамызға пергамент қағазын төсеп, осы массамызды 2-ге бөліп аламыз. Осылайша 2-ге бөлінген массамызға біреуіне мейіз қосып дайындаймыз, екіншісіне какао қосамыз. Осылайша салып, мейізімізді салып араластырсаңыз да болады. Мен сияқты формаға құйып алып, содан соң мейізіңізді үстіне салсаңыз да болады. Өзіңізге ыңғайлысын таңдап жасайсыз. Мен осылай жасадым видеодағыдай. Осылайша мейізімізді орналастырып аламыз. Және қызып тұрған пеште қызарғанша пісіріп аламыз. Бисквитіміздің піскенін шпажкамен тексереміз. Шпажкамыз құрғақ болған жағдайда бисквитіміз дайын болады. Екінші массамызға какаомызды ситадан өткізіп мұқият араластырамыз. Содан соң осы массамызды да қызып тұрған пеште пісіріп аламыз. Осылайша какаолы бисквитімізді де пісіріп алып, содан соң тағы да бисквит дайындаймыз. Ол үшін тап жаңағыдай бисквитімізді 4 жұмыртқамен, секермен, ұнмен барлығын дайындап аламыз. Дайын болғаннан соң 2 ыдысымызға бөліп аламыз. Содан соң біреуіне грек жаңғағын, екіншісіне макты қосып мұқият араластырып аламыз. Осылайша осы бисквитімізді де қызып тұрған пешімізде қызарғанша пісіріп аламыз.
Осылайша біздің бисквиттеріміз дайын болады. Ендігі кезекте тортымыздың кремін дайындаймыз. Өзіңізге ұнаған кремді қолдансаңыз болады. Менде сливки және сгущенка қолданамын. Сливкиіміз холодильниктен болуы қажет. Ол үшін ең бірінші сливкиімізді мұқият араластырып аламыз. Содан соң сгущенкамызды қоса отырып миксерлейміз. Миксерлеген уақытта аз жылдамдықтан жоғары жылдамдыққа көбейтіп отырамыз. Осылайша біздің креміміз қоюланып дайын болады. Ендігі кезекте тортымызды жинауға кірісеміз. Осылайша біздің креміміз дайын болады. Тортымыз орнынан жылжып кетпеу үшін осылай ыдысымызға крем жағып аламыз. Содан соң бисквиттерімізді кезек-кезектен қоямыз. Ең бірінші грек жаңғағы қосылған бисквитімізді қойып, кремімізді жағып шығамыз. Содан соң какаолы бисквитімізді қоямыз. Содан соң мак, ең соңында мейіз қосылған бисквитімізді қойып, кремімізді әбден жағып аламыз. Содан соң жарты сағатқа холодильникке қойып аламыз. Осылайша кезек-кезекпен барлығын тортымызды құрастырып аламыз. Тортымызды холодильникке салғаннан соң кремімізді бір ыдысқа салып, оған мақ қосып араластырып аламыз. Бұл кремді біз торттың сыртына жағатын боламыз. Тортымыз кішкене жарты сағат, 1 сағат тұрғаннан соң тортымыздың жанына осы мақ қосылған кремімізді тегістеп мұқият жағып шығамыз. Ендігі кезекте тортымыздың ортасына біз ақша саламыз. Ақшамызды осылай видеодағыдай дайындап, ыңғайлап, өзіңіздің қалауыңыз бойынша тегістеп аламыз. Барлығын видеодағыдай қарап тегістейміз. Ақшаларымызды бір қалыпты жасаймыз, сол кезде әдемірек болып көрінеді. Осылайша ақшаларымыздың бәрін бір-біріне кезегімен әдемі етіп біріктіріп аламыз. Ең соңында осылай дөңгелектеп орап аламыз. Ендігі кезекте тортымыз
Тортымыздың үстіне ақшамызды қойып, осылайша белгілеп алып, тортымыздың үстін кесеміз. Біздің ақшамыз тортқа жағылып қалмау үшін осындай пленканы қолдансаңыз болады. Барлығын осы видеодағыдай қылып жасасаңыз, сіздің ақшаңыз жақсы орналасады. Біздің ақшамызды тартқан кезде шығып кетпеу үшін біз шпажка қолданамыз. Оны да осы видеода көрсететін боламын. Мұқият соңына дейін қарап алыңыз. Осылайша біздің королевский тортымыз дайын болады. Егер де менің видеом ұнаған болса, лайк басып каналыма тіркеліп кетеміз. Рахмет.